Хей, бәріне сен достар, сенемен бүгін мен Бексұлан Серік. Және де мен Мадияр Дөнеуов. Достар, бүгін бізде өте керемет видео шығайын деп тұр. Яғни сонда достар, біз қазір бір жұлдызды мен 5 жұлдыз такси шақырып көретін боламыз. Анше біз видеомызды Көрсетуге бастаймыз. Ал бүгінгі видеоның демеушісі ол A1xBet. A1xBetке тіркеліп, және де егер менің промокодым, яғни бек промокодын теретін болсаңыздар, сіздерге 45 мың теңге бонус береді. Сондықтан достар, сендерге сәттілік 45 мың деген тезет алып берді. A1xBet. Достар, ең алдымен біз бір жұлдыздық такси заказ беретін боламыз, Қазір біз Яндекске кіреміз, осы жерден мегаға дейін қаншаға қандай такси ақпарат көрсететін боламыз. Негізі осы керуеннен Мегасилкоға дейін автобуспен бір примерно 90 теңге болады. Конечно, Ал- автобус любой жерге 90 теңге ғой. Ал енді таксимен Таксимен қанша көрейік теңге ал. болады? И то ол бір жұлдыз такси. Мінекей бізде ең төмен бір жұлдыз таксилер емес. Бір жұлдыз демей ақ қояйық, ең төменгі баға бізде 700 теңге болып тұрса, ең қымбат 1130 теңге. Кәне ең төменгісін беріп көрейік, қазір қандай такси келетінін көрсететін боламыз. Достар, такси келді Lexus RX достар. Ана жерде тұр, Енді құшақ бір тұр. жұлдыз- Достар, ол бір жұлдыздық таксині көрейік қаншалықты жаман екен. Ең арзан такси. Бека, что там қалай отыр? Жақсы екен вообще. Мынаның жаман емес, Lexus RX-тің емес. Сізде рейтинг көрініп тұра ма? Рейтингіңіз қандай сізде? Ол қазір үш күннен кейін Бізде қоялар. Что там? Жақсы. онлайн бірдеме сөйлесің ғой. Что там, Бека, қалай екен? Нормально по идее. Бір жұлдыздыққа өте жақсы деп айтуға болады. Сізге қалай болды негізі такси? Мен үшін бір жұлдыз деп айта алмаймын, вообще пешіне машина ғой, Lexuспен келу деген. Еще ішіндегі ағай нормальный, по идее. Енді көрейік, давайте достар, ендеше біз қымбат таксимен жүріп көрейік. Эксклюзив комфортпен. Мінекей. Готово. Осы жерден куда? Азия парк? По идее мен жаңа машинада бір минут саптым мен. Қандай? Бір минусы ол, короче, мынандай ғой. Сдача шыққан. По идее таксиста неше ақша бересің, соған сдача табу керек, по идее. Енді Өзі наличныймен деп тұр, значит өзінде наличка болу может керек. қайда емес нормально. машина жүріп такси ете салайын деген шығар. Жоқ, по идее, достар, наличка болу керек. Сол бір минусы деп ойлаймын. А негізі вообще красавчик ағай бір жұлдыз бұған не стоит, по идее. Хотя бы үшеу, төртеу болу керек, бесеу болмаса да. А қазір біз комфорт плюс, яғни 5 жұлдыздық қандай болатынын білеміз. Енді бір гелик келіп тұрса вообще. Қымбатты таксилерді көреміз қазір. Мінекей отыр. Kia Cerato дейді. 3 минуттан кейін Kia Cerato жақсы ма? Kia Cerato. Мына что-то білмеймін. Мына Kia Cerato қарағанда жаңа Lexus жақсы сияқты, по-моему. 5 жұлдыздық енді көреміз енді. Көрейік. Достар, мен уже байқап тұрмын, ана жақта Kia Cerato, Анау тұр ғой, шоу келіп жатыр жайлап. Все, достар, келатыр енді. 5 жұлдыздық пен 1 жұлдыз қана Lexus RG просто ол кіре сырты. Ну, ескі машина бір жағынан просто. Ал Анау жаңа Kia машина. Cerato по идее. Жаңа машина. Көрейік. Но деп ойлап қалдым ғой. Тоқтап тұр ғой, біз барамыз. Кет.
Құдайым ау, неме бәле пробка мына жердің бәрі. Бега, не болып отыр мына жер? Ана отыр, күтіп тұр. Болды, братан, бере берме сигнал. Сигналың бар екен білдік, братан. Давай, қолың бұлға. Такси! Ана, Америкададай шақыршы. Такси! Таксиді аяқпен шақырсан, шақырсам да такси. Алдына, мен шақырғам сөйтіп алдында өреді. Қойш. Девушка, сигналың бар екен білдік. Менде де сигнал бар, артқы точкамда. Негіз, дені сау адамдардың сигналдары алдындарына бастатын еді? Мен енді артында енді. Военный машина келіп отыр. Нөл алты, айналып отыр, братан, кеттік. Братан, қудың сен. Что там, Вега? Темаш. Таза ма? Типа ананың іші жаман кірғауына тап-таза. Сонымен айырмашылығы бар, Тап-таза, Машина қай жылғы? 14 па? Салыстырар бағана 91 жылғы. Капец, не бар ма? Қалай ескі қол? Ну, 91 жылғы машина бұл. Еще надо дауышқа қырқыты жәнде. Шипететіп жәнде. Ескі қол. Смотри, что да? RX 300 ғой. RX бәші. RX 300 менге. Не оға 8 ғой. Салон кең ғой. Өткен бет жалпақ болып тұрғаш. Кабан сияқты ғой. Біз қазір Мегада қай жерге дейін баратыр ғой? Азия парке. Что там, Мега? Бір жақын таныс жерде өтіп бара жатырмыз ғой. Сен ең ба? Бәсе жаман ыстық көрініп жатыр, что отыр? Мен нем емес, бүкілі вообще. Соны біреу бар. Беканың айтуы бойынша, мына үшеуі Беканың үйі. Мына менің остановкам. Арнайы автобусың жоқ па? Арнайы автобус жоқ, бірақ самолет бар. Бекке деген самолет, маған арнаған ғой, Бек. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north. Ал мынаған қандай баға бересің? Сразу айта бер. Тема. Қанша жылдыз? 5 жылдыз стоит па? Стоит па. Ну, машинаның тазалығы. Просто ол достар енді ең қымбат, ең күшті деген машина қарамайды. Просто іші таза, адамдармен жақсы араласады. Соған қарайды ғой таза. Машинасы да нормальный. Жылы жаңға жақсы жаңа машина. Машина жаман емес, түсі де күшті сондай. В общем айтқанда, В общем, стоит бағасын. Ой, бағасын деп тұрмын ғой, жұлдызын стоит. Енді Бағасы неше болды? сонымен бүгінгі миссия выполнена, да? Выполнена. Галочка ма? Галочка, иә. Сол өзіміздің Питаққа келдік, Азия паркке. Всегда осы жерде видео түсіретінбіз, байқасаңыздар. Сіздің ойыңызша машина қандай екен? Машина деген сөз жоқ, тамаша, но бірақ білмеймін мен. Наоборот болып кеткен сияқты, 5 жылдыз Lexus мынау деген сияқты. Негізі не жағынан болатын болса солай. Бірақ тазалық жылы жаңа мына машина сондай болып тұр ғой. Ана машина ескі болып тұр. Іші лас дегендей, в общем. Ал ендеше достар, осымен видео тәмамдалады. Ұнаса любительдеріңізді аямай басып кетіңіздер. Сендермен болған мен Бексұлтан Серік. Және де мен Мадияр Пернебай. Ал қош сау болыңдар.